بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен бірге Құран оқып үйренейік сабағымыздың кезекті 9-шы дәрісін бастаймыз. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Болмысты жаратқан Алла, оны бәрінен артық білер хақ. Сондай-ақ, оны Алладан артық ешкім дәл әрі кемел сипаттамасы анық. Ал сол өмірді жаратқан жалғыз ие Алла Тағала оған қандай анықтама береді? Құлдарына өмірді қалай түсіндіреді? Сөздердің төресі Құранда өмір туралы ешбір данышпан айтпаған даналық мысал келтіріледі. Ей Мұхаммед, оларға өмір жайлы мысал келтір. Ол бейнебір біз аспаннан түсірген су секілді. Онымен жердің өсімдіктері араласып, өсіп өнгеннен кейін, ол жел ұшыратын құрғақ үгіндіге айналды. Алланың барлық нәрсеге күші жетеді. Кахф сүресі 45-ші аят. Осы аятқа байланысты атақты ислам тәпсірші ғалымы Имам Құртуби былай деген: Алла Тағала бұл дүниені суға теңеді. Себебі аспаннан түскен су бір орында тұрақтамайды. Сол секілді дүние де бір халде тұрмайды. Су не ағып кетеді, не кеуіп кетеді. Яғни қалмайды. Сол секілді дүние де таусылады. Суға кірген адамның денесі су болмауы мүмкін емес. Сол секілді ешкім бұл дүниенің қызығы мен сынағына ұрынбай қалуы мүмкін емес. Егер су керекті мөлшерде болса, суғаруға ыңғайлы болып, пайдаға асады. Шамадан тыс болса, зиянды апатқа айналады. Сол секілді дүние де қажетті мөлшерде болса, берер пайдасы молырақ, шектен тыс көбейіп кетсе, зиянды затқа айналып, қасіретке ұшыратуы әбден мүмкін. Өмірді бір ғана аятпен адам баласына ұқтыра білген бұл сырлы сандық әрбіріміздің құрметімізге лайық. Және ол оқыған сайын ақылымызды толықтырып, танымымызды кеңейте бермек. Өмірдің бір кірпіші болып қаланамыз, кемелдікке жетеміз десек, Құран оқиық ағайын. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ал енді құрметті көрермендер, жаңа сабағымызды бастамастан бұрын өткен сабағымызды бір шолып қайталап алайық. Сіздер де бізбен бірге қарап отырыңыздар. Біз өткен сабақта харакаттар деп аталатын жаңа сабақ алған болатынбыз. Ол әріптердің таңбасының үстінде, астында белгілі бір белгілердің болатындығын айтып өткенбіз. Оларды жалпы харакат деп атайды дедік. Олар үш түрлі болады дедік. Әріптің үстіңгі жағында бір сызық, ол А деген дыбыс береді дедік. Әріптің астыңғы жағындағы бір сызық, көлденең тұрған, ол И деген дыбыс береді дедік. Және әріптің үстінде тұрған үтір, ол У деген дыбыс береді дедік. Бұл жерде біз әріптердің атауын емес, дыбысталуын оқимыз дедік. Сол дыбысталуына жаңа харакаттар қосылған кезде әріптердің дыбысы өзгеріске ұшырайтындығын біз байқадық, көріп өттік. Қазір экрандағы шығып тұрған сабақтың мәтінінен өткен сабақты бір қайталап өтейік. Қаны? Бірінші жолдан бастаймыз, қаны? А, И, У. Дұрыс. Ха, Хи, Ху. А, И, У. Ха, Хи, Ху. Ра, Ри, Ру. Ха, Хи, Ху. Қа, Қи, Қу. Ка, Ки, Ку. Джа, Джи, Джу. Ша, Ши, Шу. Тимур ағай. Я, И, Ю. Дұрыс. До, Ды, Ду. Жақсы. Ла, Ли, Лу. На, Ни, Ну. Ра, Ри, Ру. То, Ты, Ту. Да, Ди, Ду. Та, Ти, Ту. Қалған алмас оқимыз. Са, Си, Су. Са, Са, анық шығады. Си, Су. Дұрыс. За, Зи, Зу. За, Зи,
ذو ذا ذي ذو ثا ثи ثу. Дұрыс. Жақсы, рахмет. Мінекей, құрметті көрермендер, сіздер де бізбен бірге осылай қайталап отырған болсаңыздар, біз өткен сабақта бір-екі мәселені ескерткен болатынбыз. Ол әріптердің жуан жіңішкелігіне байланысты оларға қосылған харакаттарда жуан және жіңішке оқылады дедік. Мысалы, ғайн әріпі жуан болатын болса, оған харакат қосылған кезде ға, астында харакат ғи, сосын ғу болып жуан оқылады дедік. Сол секілді жіңішке тә әріпіне харакат қосылған кезде ол да жіңішке болып оқылады. Тә, ти, ту. Сол сияқты дә, ди, ду дәл әріпіне харакат қосылған кезде ол жіңішке болғандықтан оның харакаты да жіңішке болады дедік. Жалпы тағы да еске салатын нәрсе, біз барлық сабақтардың барысында үш түрлі нәрсеге мән беріп отырамыз дедік. Бірінші, әріптердің таңбасы, таңбасын жаңағы нүктелер арқылы айырамыз дедік. Екінші, әріптердің шығу орны, махраждары дедік. Үшінші, не еді? Жуан жіңішкелігі. Әріптердің жуан жіңішкелігі дедік. Ал енді өткен сабақта қайталап алған болатын болсақ, бүгінгі жаңа сабағымызға көшейік. Жаңа дәрісіміздің аты тануин деп аталады. Тануин ол өткен сабақтың жалғасы іспетті. Өткен сабақта өткен харакаттардың қосарланған түрі. Харакаттардың қосарланған түрі. Демек, өткен сабақта харакат деп аталған белгілер қос-қостан келетін болады. Әріптің үстінде, әріптің астында келген харакаттар екі-екіден келетін болады. Міне, тануин деген жерде тануиннің үш түрлі белгісін көріп отырмыз. Бір сызығымыз харакаттағы екі сызық болды. Үстіндегі үтір секілді белгіміз екеу болды, қосарланды. Харакаттардың қосарланған жағдайындағы көрінісін біз тануин деп атаймыз. Не деп атайды екенбіз? Тануин деп атаймыз. Тануиннің әріптерге қосылуы тура харакаттардың әріптерге қосылуы немесе әріптерге жалғануынан айнымайды. Тура сондай түрде әріптердің үстінде келеді, әріптердің астында, әріптердің үстінде келеді. Тура сондай сипатта қазір бізге белгілі бір әріптерді жиып топтастырып тануинның әріптердің асты үстінде келетіндігіне байланысты көрінісін беріп тұр. Енді соны оқып көрсететін болсақ, бұның оқу ерекшелігі мынандай болып келеді. Мынау мим әрпі ғой біздегі, мим әрпі. Мынау мим әрпі, мынау да мим әрпі. Үш тануин белгісінің мим әрпіне қосылу үлгісін көрсеткен. Сол секілді әріптерді үш-үштен беріп, үш белгінің сол әріпке қосылған кездегі көрінісі қалай болатын бізге беріп отыр. Мим әрпіне қосарланған харакат қосылған кезде үстінен ол мән деп оқылады. Мән. Біреу болатын болса ол мә болатын еді ғой. Қосарланған кезде ол мән болып оқылады. Астында қосарланып келген кезде мин болып оқылады. Мин. Үстінде екі үтір қосарланып келген кезде оны мун деп оқимыз. Мун. Сонда мән, мин, мун. Бұл жерде айта кететін ерекшелік байқап отырғанымыз, мим әрпіне алиф қосылып тұр. Мим әрпіне алиф қосылып тұр. Бұл ерекшелік әріптің үстіне жаңа қосарланған харакат келген кезде, қосарланған қос сызық келген кезде, ол көбінесе сөздің соңында келеді. Сол себептен әріптің соңына алиф әрпі жалғанады. Алиф әрпі жалғанады. Біз бұл жалғанып тұрған алиф әрпіне мән бермейміз. Құрметті көрермендер, сіздер де осы жерін байқап отырыңыздар. Бұл жерде қосарланған қос харакаттың келуіне байланысты әріптің соңына алифтің қосылғанын байқап тұрмыз, бірақ ол алиф оқылмай қалады. Ол алифтің тұрғанына сіздер мән бермеңіздер, ол алифті оқымаймыз. Бұл жерде тек қана мән деп оқимыз. Сол секілді бә әріпіне де бұл жерде алиф жалғанып тұр. Алифке мән бермейміз, бән деп оқимыз. Бән, бин, бун. Вау әрпіне жалғанып тұрған қосарланған харакат, яғни тануин, ван деп оқылады. Ван, уин, ун. Демек, әрбір әріпке осындай қосарланған харакат, яғни тануин қосылған кезде, оған ән, ин, ун деген дыбыстың қосылғанын деп есептейміз. Келесі, фә әрпі, фән, фин, фун болады. Қандай әріп еді? Фә болады.
Сән, Фән. син, сун. Сән, син, сун. Мынау The. зә әрпі болатын. Зә әрпіне де қосымша я жалғанып тұр. Мына жерде ол әріп сөздің соңында келіп, оған тануин қосылған кезде қосымша я әрпі қосылады. Біз яның мына жерде тұрғанын ғана байқап тұрмыз, ол оқылмайды. Оған мән бермейміз. Ол әріптің соңында алиф жалғанған секілді. Мына жерде кейбір әріптердің соңында алифтің орнында я болады, кейбір әріптердің соңында алиф болады. Оның бар екендігіне мән бермейміз. Біз демек оны оқымаймыз. Ол оқылмай қалады. Тек қана тануин ғана оқимыз. Зән, зин, зун. Зун. Зән, зин, зун. Zun. Келесі жуан за бізде. Зон, зин, зун. Одан кейінгі әріп за болады, не? Zan. Зан, зин, зун. Келесі әріп син болады. Син әріпі. Ары қарай кім оқып кете алады? Темір оқисың ба? Кәні? Қалай San. болады? Сән, дұрыс. Sin. Син, Sun. сун. Қайтадан? San. Сән, Sin. син, Sun. сун. Дұрыс. Келесі әрпіміз sod. Сад әрбі. Son. Сан, Sin. син, Sun. сун. Әріптің жуандығына мән береміз. Алмас оқимыз. Қандай әріп еді мынау? Тә әрпі. Тә әрпінің байланған түрі, иә? Байланған түрі, иә. Байланған түрі. Бұл Тән. осында ерекшелікте жазылатын. Өткен сабақтарда айтып өткен болатынбыз. Қалай оқимыз? Тануинмен. Тән. Тән, таға, ән жалғанады, иә? Тән, тин, Тин. Тун. тун. Тән, тин, тун, иә? Дә Қандай әріп еді? әрпінің я әрпі. Дәл әрпі, оған я жалғанып тұр. Я жалғанып тұр. Бірақ я әрпі оқылмайды. Я ол әрпі жерде. оқылмайды. Бұл не үшін жалғанған еді? Сөздің соңында келеді. Сөздің соңы екенін білдіреді. Иә. Сөздің соңы екенін білдіреді, дұрыс. Енді тануин Дән. жалғаймыз. Дән, Дән. Дин. дин, Дун. дун. Дән, дин, дун, дун. дұрыс. Келесі әріп. Қандай? Тон. То. Я то әрпі. То әрпі, әріптің атын айтамыз бірінші. Сосын Тәнуин жалғанғанда тәнуин жалғанғанда тон болады. тон, Тиын. тиын, Тун. тун, дұрыс. Ро. Келесі әріп Келесі әрпі ро әрпі. ро, Ро әрпі. Тәнуин жалғанған кезде рон. рон, Рин. рин, Рун. рун. Қайтадан Рон. Рин. Рун. рун, дұрыс. Біздегі маңызды нәрсе бұл жерде әріптерді дұрыс танып алу. Әріпті шатастырмай дұрыс танитын болсақ, біз оған қосылған харакатты да оңай оқып кете аламыз, және тануинді де оңай оқып кете аламыз, иә? Оны өзіміз байқап тұрмыз. Келесі әріп қандай еді? Нун әрпі. Айдос. Nun әрпі. Нун әрпі, иә? Жіңішке әріп. Tanwin қосылғанда нән, Нән, нин, нин. нун. Нунға алифтің қосылып тұрған не белгі береді едік біз? Нунға алиф қосылып тұр, бірақ оқылмайды. Алиф Оқылмайды. Ол сөздің соңы екенін білдіреді. Тануин тек сөздің соңында ғана қосылады. Жаңа нән, нин, нун болды, иә? Келесі мына әріп қандай әріп еді? Келесі әріп. Ләм әріпі алиф қосылған. Аха. Танвин қосылғанда лән. Лән болады, иә? Дұрыс айтып тұр ма, Тимур? Дұрыс айтып тұр. Дұрыс, иә. Лән, Лән, лин, лин, лун. лун. Дұрыс. Келесі әріп, Айдос. Келесі әріп. Дод әріпі. Дод әріпі, дұрыс. Танвин қосылғанда дан, дин, дун. Жоқ, дод әріпі бізде жуан әріп болады, иә? Жуан әріпі. Қателестің сен. Жуан әріп болса, біз әріпті жуан қылып оқуымыз керек те, оған қосылған харакаты да тануинді де жуан болады дедік, иә? Тағы да баса назар аударып айтатын нәрсе ол жуан әріп келген кезде біз әріпті жуан айтуымыз керек, және оған қосылған харакаты да, оған қосылған тануинді де жуан болып шығады соған сәйкес. Сол үшін сіздер де бізбен бірге қадағалап, бізбен бірге қатар оқып отырыңыздар. Айдос, қайтадан оқимыз. Жуан әріпке қосылғанда дон, Дон, дұрыс. дин, Дин, дун. 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 Барынша әріпті өзінің орнымен шығаруға дағдылауымыз керек осы бастан. Келесі әріп. Келесі әріп я әріпі. Я әріпі болатын. Жіңішке әріп. Жіңішке. Танвин қосылғанда ян, Ян, ин, ин, дұрыс. юн. Юн, дұрыс. Иді бірінші атап барамыз да, сосын барып тануинді айтамыз, И, оған тануин, унды қосамыз, Юн болады сонда. Алмас. Шин әрпі. Аха.
алиф жалғанған шин әрпі шән болады. Алиф не үшін жалғанып тұр? Сөздің соңына екенін білдіреді. Соңы екенін білдіреді, иә? Шән, Шән, шин, шин, шун. шун. Келесі әріп жим әрпі, Жим әрпі. оған алиф жалғанып тұр. Себебі ол сөздің соңы екенін білдіреді. Сөздің соңы екенін білдіреді, дұрыс айтасың. Тәнвинді жалғанған кезде жән, Жән, джин, джин, джун. джун. Дұрыс. Келесі әріп Келесі? кәф әрпі. Каф, иә? Кәф әрпі алиф жалғанған. Тәнвин Алиф жалғанған. жалғанған дегенде осы алифті оқымаймыз біз, иә, бірақ? Я алифті оқымаймыз. Алиф біз үшін оқылмай қалады. Біз үшін алиф бұл жерде ережеге сәйкес, қағидаға сәйкес, сөздің дұрыстығына сәйкес алиф жалғанып тұр, бірақ алиф оқылмайды. Бізге керегі әріпке жалғанған тануин. Біз әріпті тануинмен танып оқи алуымыз міндетті. Тәнвин жалғанған кезде кән, Кән, дұрыс. кин, Кин, кун. кун. Келесі әріп қоф әрпі. Қаф, дұрыс. Тәнвин жалғанған кезде қан, Қан, қин, қин, қун. қун, дұрыс. Келесі әріп х әрпі. Х әрпі. Жіңішке ме, жуан ба? Х дыбысы жуан. Жуан, иә? Жуан әрпі жатады. Қалай? Алиф жалғаған, оған тәнвин жалғаған кезде хон болып оқылады. Хан, дұрыс. Қин, Қин, хун. хун. Демек, өз жуан болғанына байланысты оның дыбысы да, Тәнвинде жуан оның болады. харакаты да тануинде жуан болады, иә? Тимур, ары қарай? ғайн Ғайн, дұрыс айтасың. жуан әріп. Жуан. Танвин жалғанған кезде ған, Ған, ғин, ғин, ғун ғун. деп оқылады. Өте дұрыс. Ары қарай? Келесі әріп ха әріпі, жіңішке әріп. Жіңішке. Танвин жалғанған кезде хан, Хан, хин, хин, хун деп оқылады. хун. Келесі әріпіміз айн әрпі. Айн әрпі. Айн әрпі өзінің шығу орнына сәйкес көп адамдардың қиналып шығаратын әріптердің бірі. Себебі біздің қазақ әліпбиінде бұл әріптің баламасы жоқ. Сол үшін әріпті басынан үйренген кезде әбден тамақты жаттықтырып, әріпті дұрыс шығарып үйрену керек болады. Ол кезде жаттықпаса, ол кейінде қателік жалғасып кете береді. Қалай шығатын еді айн әрпі? Тамақтан. Тамақ қысылған кезде. Қысылған кезде. Іште ауаның екпіні арқылы шығады дедік, иә? Тамақ қысамыз. Айн деп айтамыз дедік, иә? Айн. Кәні? Айн. Айн, дұрыс. Танвин қосылған кезде ан. Ан болады, дұрыс. Айн. Айн. Аун. Ун. Өте дұрыс. Келесі. Келесі әрпіміз ха әрпі. Ха әрпі болатын. Ол шыққан кезде кеудеден ауаның еш кедергісіз. Иә. Хәді өте жеңіл және жіңішке шығатын әріптердің бірі дедік. Оған алиф қосылып тұр. Не үшін алиф қосылып тұр бұл жерде? Себебі бұл сөздің соңы. Сөздің соңы екенін білдіреді, иә? Жоғарыдан екі сызық қосылған кезде оған бұл әріпке алиф қосылады, ол сөздің соңы екенін білдіреді, бірақ алифті оқымаймыз дедік. Дұрыс. Танвин жалғанған кезде хан, хин, хун болады. Хун, дұрыс. Мына әрпіміз қандай әріп еді ол? Хамза болады. Бұл хамза айтасың. Хамза бізге анау әліпбидің кезінде кездескен болатын. Ол жерде біз хамзаны әріп қатарына жатқызған жоқпыз. Бірақ хамзаның өзіндік әсері орны болғандықтан біз оны әріптердің қасына қойдық, бірақ толық әріп құқығына ие болған жоқ дедік біз бұны. Араб әліпбиінде біз 28 әріп бар дедік. Басында 29-шы қылып біз хамзаны қостық. Бірақ хамза толық әріп құқығына ие болған жоқ. Өзіндік сөзде өзінің әсері болатын болғандықтан, сөзді бір өзгерістерге ұшырататын болғандықтан біз хамзаны апарып қойдық сол жерге. Бұл жерде хамзаның хамза екенін тану үшін ғана. Енді мына жерде бұған дейін біздің алдымыздан шыққан жоқ болатын. Тануин сабағында 9-шы сабақта біздің алдымыздан шығып тұр. Хамза. Соған сәйкес хамза әріп болмағандықтан оның дыбысы жоқ дедік. Демек, дыбысы жоқ болса хамза оқылмайды бұл жерде. Хамзаның атын атамаймыз, тек харакатын ғана атаймыз. Тануиннің ғана атаймыз. Аха. Қалай болады сонда? Айдос айтып көрші. Хамзаны айтпаймыз. Хамзаның дыбыстауы жоқ болғандықтан ол Тануиннің өзін ғана оқимыз. Ән, ин, ун. Дұрыс. Қалай деді Алмас? Ән, ин, ун. Тимур, хамза оқылмайды дедік. Ән, ин, ун дедік. Дұрыс. Жаңа сабақты осылайша алып болдық. Енді алдарыңдағы кітапты ашыңдар. 9-шы дәрісті кітаптың бетінен бір қайталап өтейік. Алмас, бастаймыз. мән, мин, мун. 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 Мә
бән, бин, бун. Дұрыс. Вән, вин, Вән, вун. вин, ун. Дұрыс. Фән, Фән, фин, фин, фун. фун. Дұрыс. Сән, Дұрыс. син, сун. Дұрыс. Зән, зин, зун. Бұл жерде зәл әрпінің соңында я әрпінің жалғанып тұрғанын байқадық, иә? Аха. Ол сөздің соңы екенін білдіреді дедік. Құрметті көрермендер, тағы да ескерте кететін нәрсе осы жерде сіздер я әрпінің тұрғанына байланысты шатасып қалмаңыздар. Я әрпі бұл жерде сөздің соңы екенін білдіреді. Ол әріп оқылмайды. Біз үшін ол әріп тұрғанымен жоқтың үкімінде. Сол үшін біз қорықпай зәл әрпін ғана, сосын оған қосылған тәнуинді ғана ары қарай оқып кетуіміз керек болады. Бұл тек қана сөздің соңы екенін ғана білдіреді дедік. Ары қарай оқи бер. В әріпі жуан, сондықтан тәнуинді жуан болып оқылады. Вон, зин, зун. Жақсы. Зә әріпі зән, зән, зин, зун. Дұрыс. Айдос, ары қарай. Сән, син, сун. Жақсы. Сон, син, сун. Тән, тин, тун. Дұрыс. Дән, дин, дун. Тон, тин, тун. Рон, рин, рун. Жақсы. Нән, нин, нун. Дұрыс. Лән, лин, лун. Лән әрпін мына жерде ләм және алиф әріптерінің қосындысы деп өткен болатынбыз, иә? Иә. Әріптердің бір-біріне қосылған кезде әріптерді тану үшін ләм және алиф дедік қой, иә? Ләм, алиф дедік. Бұл жерде ләм әрпіне тәнуин қосылып тұр және алиф қосылып тұр. Алиф қосылуы оның сөздің соңы екенін білдіреді деймізді. Ол алиф әріпін оқымай қаламыз. Алиф әріпі оқылмай қалады. Тек тәнуин қосылған ләмді ғана оқимыз. Сонда лән болады, иә? Сол себепті. Лән, лин, лун. Лун, дұрыс. Дон, Дан. Созбаймыз. дон, Созба. Дан, дин, дин, дун. дон. Дұрыс. Темір ары қарай оқы. Я әрпі. Ян, ин, юн. Дұрыс. Шән, шин, шун. Дұрыс. Джан, джин, джун. Дұрыс. Кән, кин, кун. Дұрыс. Қоф әрпі жуан әрп. Жуан. Сондықтан тануинда жуан болып оқылады. Дұрыс. Қан, қин, құн. Хо әрпі, ол да жуан әрп. Иә. Хан, хин, хун. Ғайн әрпі, ол да жуан әрп. Ған, ғин, ғун. Дұрыс. Хә әрпі. Хан, хин, хун. Ғайн әрпі. Ан, Ан, дұрыс. айн, Айн. ғун. Ғун, дұрыс. Хә әрпі. Хә, хан, Хан, дұрыс. хин, Хин. хун. Ғун. Және хамза ол әріп дәрежесі ода болмағандықтан тек қана тануиннің өзін ғана оқимыз. Тәнуин өзін ғана, иә. Ин, ун. Ан, ин. Ин, ун. Дұрыс. Жаңа сабақты тез меңгеріп алдық. Қорыта айтқан кезде бүгінгі сабағымыз тануин деп аталады. Тануин деген сөз қосарланған харакаттар. Қосарланған харакаттар дедік, иә. Ол әріптердің харакат секілді астында, үстінде келіп, сол әріпке ән, ин, ун деген дыбыстың жалғанатын білдіреді дедік. Құрметті көрермендер, сіздер де өткен жаңа сабақты үйде бірнеше рет қайталап, оқылған кезде шатастырмай тез оқып кетуге дағдыланыңыздар. Бұл
үлкен бір кезең. Құранға біз тағы да бір табан жақындай түстік. Келесі сабақта біз өткен сабақтарға байланысты жаттығуларды өтетін боламыз. Ол жерде кеңірек өткен сабақты қайталап сіңіріп алуға үлкен мүмкіндіктер аламыз. Келесі жаңа сабақтарда өздеріңізбен қайта қауышқанша Алланың амандығы мен тыныштығында болыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق